ынықта иде, кешін енді Айсылу қайты сағат 10 тиресінде ішінен. Қайты да тезгіне киімлерін алмаштырып, бәйтем қая барасын қызым, сағат шул 10 тиресі болғандыр енді. Менімдей суббота, воскресенье дей, ял күнлерім дей. Қызлар білән ұшырашып отырабыз дей. Ярар дедім менде. Шудан соң көңіліме бірненде міне шундай көңілсіз әйбір болмады. Нешләптір. Абыйнығына заттық бит әлі міне жыңға күні. Қазір субботының ертеңгі күні 8-ші ярты меңа звонок ерте үйге. Ашып жіберсем көрші абай. Айтам, Тахир, нәрсе болды? Меңа қарап тұра. Дания апады, айтам, нәрсе болды сан, Тахир? Айсылу yok бетті. Ey Allah'ım. Как? Ничек мейдем yok. Әлігіне шығып кетті бейді. Yol hareketine ұшырағаннар мотоциклға отырған болған. Бек қорқа еді ол өзі мотоциклға отырудан. Көресің, міне көрешек болғандыр енді. Білесің, менің аяқ астында жер жеміріліп түшкен кебек болды. Мен нешлерге де білмедім енді. Айнұрым айтам, әнейің жоқ, ол ұйқылы аңа нешік әйтірге. Екіміз де хоштан тайдық енді. Ол балаға неше яш едіңіз? 17. Міне шылай екіміз де бір-бірімізге қарашып қалдық біз. Театрдан келділер, Айсылуына қайттылар, моргтан. Нендей күшілер болғандыр енді, өзімні қолға алып, абай хасіреті кетті, абай ауырды енді, абай, міне аралары бір күн. Міне шындай хасірет болды, абай артынан Айсылу кетті. Міне білмеймін, мен нендей Құдай тағала меңа сабырлықлар, күшлер бергендір. Біз ұнық білән екеу қалдық еді. Рөлде кім болғансың?